Армысыздар, сіздермен бірге Қазақ Ньюс ақпараттық агенттігі. Назарларыңызға аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Бүгінгі видеодан көретіндеріңіз. Қазақстанда тағы 2 министрлік құрылады. 1 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жариялады. 1 қыркүйек білім күні. Биыл республика бойынша 55 мың оқушыға арналған 39 мектеп ашылады. Осы аптада қазақстандықтар Конституция күнін атап өтті. Сіздерге ата заң арқылы қалай құқығыңызды қорғай алатыныңызды айтамыз. Әлем жаңалығы. Енді ақш-тың Нью-Йорк қаласында әр жұма сайын мешіттерге азан шақыруға рұқсат берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев 1 қыркүйекте парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жолдауы барысында су ресурстары және ирригация министрлігі мен көлік министрлігі құрылатынын хабарлады. Тоқаев халықты суды үнемдеуге шақырып, суға байланысты мәселелерді дербес мекемеге тапсырды. Оның айтуынша судың маңызы мұнай, газ немесе металдан кем емес, және де су шаруашылығы жүйесін тиімді дамыту мәселесімен дербес мекеме айналысуға қажет. Бұдан бөлек президент Қазақстан Еуразия құрлығындағы басты транзит хабы ретіндегі рөлін арттыру керектігін, көлік логистика саласындағы ірі мемлекетке айналу қажеттігін айтты. Жаңа оқу жылында 55 мың оқушыға арналған 39 жаңа мектеп ашылады. Биылғы жылдың соңына дейін барлығы 132 мың орындық білім беру ұйымдарын пайдалануға беру жоспарланған. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше 194 білім беру ұйымында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталады. Жыл соңына дейін шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда орналасқан 1000 мектеп 6 бағыт бойынша жаңғыртудан өтеді. Олар күрделі және ағымдағы жөндеу, пән кабинеттерін жабдықтау, мектеп жиһаздарын, кітапханаларды, асханаларды жаңарту, сондай-ақ балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұдан бөлек қыркүйек айынан бастап 97 мың тәрбиешінің жалақысы 30%-ға, колледж студенттерінің стипендиясы 50%-ға өседі. Биыл 366 мың бүлдіршін мектеп табалдырығын аттап 1-ші сыныпқа барады, ал 11-ші сыныптағы 188 мың оқушы үшін бұл алтын ұяның қабырғасындағы соңғы жыл. Әр жыл сайын қазақстандықтар 30 тамызда Конституция күнін атап өтеді. Қазақстан Республикасының Конституциясы еліміздің ата заңы. Бұл Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданып, 5 қыркүйек күні өз күшіне енген. Конституция 9 тараудан 99 баптан тұрады. Нью-Йорк мэрі Эрик Адамс сейсенбі күні қала мешіттеріне жұма күні азан шақыруға рұқсат беретін ережені жариялады. Оның хабарламасының артынша жергілікті мешіт өкілі азан шақырды. Енді мұсылмандар үшін қасиетті азан шақыру ғибадаты Нью-Йорк қаласының мешіттерінде әр жұма сайын еш кедергісіз орындалады. Азан уақыты 12:30 мен 1:30 арасында болады. Бұдан бөлек Рамазан айының әрбір түнінде де азан шақыруға рұқсат берілген. Бұған дейін мұндай уақытта азан шақыру үшін арнайы құжат түріндегі рұқсатнама алу керек болған. Ал қала әкімі Эрик Адамс өзі билікте отырған уақытта мұсылмандар ешқандай қысым көрмейтінін жеткізді. Азан дауысына қойылған талап дауысының 10 децибелден аспауы. Апта жаңалықтары осымен тамам. Жаңалықтардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.